Түркістанда төтенше жағдайда жұмыла жұмыс істеуі тиіс қызмет түрлері дайындықтарын пысықтады. Қыс 2022 оқу жаттығу кезінде шартты түрдегі оқыс оқиғалар әзірленіп, құтқарушылар жедел жәрдем коммуналдық қызмет түрлері дабылмен көтерілді. Мұндағы мақсат төтенше жағдай туындаған кезде халыққа жедел көмек көрсету шараларын пысықтау. Қыс 2022 оқу жаттығу жиыны жылдағы дәстүрге сай ұйымдастырылды. Оған Түркістан қалалық азаматтық қорғау қызметтері құрылымдары мен авариялық құтқару қызметтерінің жеке құрамы және техникалары қатыстырылды. Жалпы оқу жаттығуға 41 техника мен 118 адам жұмылдырылған. Бүгінгі таңда республика көлемінде 24-25 қараша күні республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтіп жатыр. Сол себептен азанғы Түркістан қаласындағы дені қою жасақшылар қала әкімінің өкіміне сәйкес қазіргі таңда дабыл бойынша жиналу сәтінде. Ол жиналу сәті біздегі қала көлеміндегі дені қою жасақшылары төтенше жағдайдың алдын алу және жоюға арналған әр саланың өзінің службалары дайындық жұмыстарын жүргізуге дайындыққа келтірілді қазіргі таңда. Шараның дайындығына өрт сөндіру шұғыл құтқару топтары қатыстырылған. Оқу жаттығу барысында қалалық жедел ден қою жасақтарының кез келген уақытта төтенше жағдайға дайын болуы және шұғыл түрде құтқаруға қаншалықты даяр екендігі тексерілді. Республика аумағындағы болып жатқан ең ірі төтенше жағдайлардың барлықтарын біз бастан кешіріп жатырмыз. Мынау Арыс қаласындағы әскери қойманың жарылуы, Мақтаарал ауданындағы су қоймасының жарылуынан орын алған ірі төтенше жағдай және басқа да төтенше жағдайлардың барлықтарыңыз куәсіздер, білесіздер. Сол кездердің барлықтарында осы сіздер жедел әрекет етіп, төтенше жағдайлардың өзін және салдарын жоюға атсалыстыңыздар. Тек жаттығу кезінде ғана емес, мұндай жағдайларды нақты өмірде бастан кешіргендіктен құтқарушылар тосылған жоқ. Берілген тапсырмалар ойдағыдай орындалды. Құтқару қызметінің басшылары қыс 2022 оқу жаттығу жоспарға сай өткенін хабарлады. Бақдәулет Анарбай, Досжан Аяған, Түркістан 24.